Сәлем баршаңызға, оп-оңай запеканка жасаймыз. Жеп жүріп арықтаймыз, яғни сондай низкокалорийный тамақ десек те болады. Осылай 2 тауық етін, төс етін жақсылап турап аламыз, одан кейін мясорубкадан өткізіп фарш жасаймыз. Куриный фарш жасаймыз, одан кейін кабачки және 2 жуана дайындап қоямыз. Одан кейін қара бұрыш және тұз дайындап қоямыз. 2 тауық етін қосқанда менде 1 килограмм фарш шықты. Одан кейін керек емес сүйектерін алып тастадым. Ал кабачкиді осылай қабығымен бірге жуып, мясорубкадан өткіземін. Бұл тамақ өте пайдалы, өте тойымды және бірнеше порция, бірнеше адамға жетеді. Одан кейін қанша жесеңіз де семірмейсіз. Яғни арықтауға керемет тамақ десек те болады. Өте оңай рецепт болғандықтан, видео рецепті жоғалтып алмас үшін сохранить, смотреть позжеге қойып қойсаңыз болады. Және әдеттегіндей подписаться кнопкасын басуды ұмытпаймыз. Бізге сіздердің қолдауларыңыз өте қажет. Және поделиться кнопкасымен WhatsApp чаттардан бөліссеңіз болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай. Осылайша көкөністерді мясорубкадан өткіземіз. Біздің тауықтан жасалған фаршымыз дайын. Осылайша араластырамыз. Және 1 ас қасық тұз саламыз, 1 кішкене қасық қара бұрыш қосамыз. Одан кейін араластырып дайын ыдысқа салып шығамыз. Сіздер духовкаға өзінің ыдысына фольганы төсеп, немесе сливочный маслоны жағып салсаңыздар болады. Немесе торт салатын ыдысқа кішірек етіп, мен сияқты салып шықсаңыздар болады. Осы тұста 2 жұмыртқаны саламыз. 2 жұмыртқадан кейін қалауларыңыз бойынша, егер запеканканы кішкене қышқыл дәммен жақсы көрсеңіз, 2 түйір чеснокты турап, майда-майда қылып салып жіберсеңіз болады. Егер сізге ашқылтым, қышқыл дәм ұнамаса, чеснокты салмай қойсаңыз болады. Тек жұмыртқа салуды ұмытпаңыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мынау пирог пісіретін ыдыс. Сол жерге кішкене ғана түбіне сливочный масло жақтым, яғни сары май жақтым. Одан кейін дайын болған массаны осылай құйып жібердім. Духовкаңыз қатты қызатын болса, 180 градуста 30 минутта пісіп шықсаңыз болады. Егер духовкаңыз жай қызатын болса, онда 200 градуске қойып, 35 минутта пісіріп шықсаңыз болады. Сіздермен болған Смағұлова еңлік, астарыңыз дәмді болсын.